14 күн қант жемесеңіз ағзаңызда не болады? Жақынырақ отырыңыз. Менің аты жөнім Әйгерім Биболатқызы, интегративтік терапевт, дәрігер. Және де менің парақшама тіркеліп алыңыз, уведомление қосып қойыңыз. Әр жаңа ақпарат шыққан кезде сіз жіберіп алмайтын боласыз және ең алғашқылардың бірі болып қарайтын боласыз. 14 күн біздің ағзамызға қант түспесе, бізде қандай өзгерістер болып бастайды? Ең бірінші, алғашқы күндерінде 3-4 күнге дейін басымыз қатты ауырады. Неге? Себебі біз аузымызға түскен кезде бірденен қанымызға сіңіп көңіл күйімізді көтеретін затты алғандықтан, яғни қантымыз біресе көтеріледі, сәл уақыттан кейін қайттан түсіп кетеді. Ал енді біз ол қантты мүлдем бермей қойған кезде қантымыз төмен түсіп, басымыз ауырып, жүрегіміз айнып, кейде құсуға дейін баруымыз мүмкін. Егер көп жейтін болсаңыз, бұл алғашқы белгілері. Сәл уақыт өткеннен кейін сіз 1-2 килограммға салмақ тастайсыз, немесе объемыңыз кетеді. Бұл дегеніміз 1 молекула қант инсулинді көбейтеді, инсулин 4 молекула суды организмде ұстап тұрады екен. Ал қант аз болса, инсулиннің де мөлшері түседі. Сол уақытта ағзамыздағы артық тұрған, іркіліп тұрған су кететін болады. Келесі, біз ашулануды азайтып бастаймыз. Яғни кез келген нәрсеге а десе мә деп жауап бере бермей, сәл басылып, кез келген нәрсеге ашуланбай, тоқтап барып жауап беретін болады екенбіз. Келесі, бізде энергия пайда болады. Өкінішке орай, қазір кез келген адамда энергияның жоқтығы көп мазалайды. Біреу ұйқыдан тұра салып, энергиясы жоқ, біреу түсте, біреусі кеш батқанға қарай уже ұйқысы келіп тұрады. Және шаршап. Неге? Себебі біз нанды өнімдерін, тәтті, қантты өте көп тұтынғандықтан солар бізге уақытша энергия бергендей болады, а шынында да біздің ағзамыз ондай емес еді. Ал енді біз қантты алып тастаған кезде, біздің артық майларымыз зат алмасу процесіне қосылып жатқан кезде, немесе тағамымызды ауыстырған кезде, біздің энергиямыз өзімізге қалып, күшіміз пайда болып, бұндай бір ерекшеліктер пайда болады. Және де біздің санамыз, яғни қант көп жеген кезде туман секілді болатын ойымыз, яғни шашыраңқы, жинақ емес. Ал бұл уақытта ойымыз жинақы, саналы түрде мән беріп, ойланып жасайтын боламыз. Жалпы ең алғашқы кездерінде кез келген адамға тәттіден бас тарту өте қиын болады. Ұстай алмайды. 1-2 күн жүрсе, 4-5 күн тоқтай алмай бастап кететін болады. Осындай бір бұзылыстар болмас үшін алғашқы күндерде сіз тоқтаусыз термоспен жылы су құйып алып, өзіңіз тоқтаусыз іше берсеңіз. Және де таңғы аста, түскі асқа дейін ешқандай перекуссыз, ешқандай тәттісіз жету үшін сіз күрішті, гречканы, маш, чечевицаны қолданыңыз. Яғни бұл көмірсулардың ұзақ қорытылып, ұзақ энергия беретін түрлері. Жалпы қанттың ары қарайғы 2 аптадан кейінгі, яғни рационнан алып тастағандағы өзгерістер іштің желденуі тоқтайды. Неге? Мынау қанты бар кез келген өнім біздің ішегімізге түскен кезде біздің патогенді флорамыздың азығы болып саналынады екен. Патогенді флорамыз организмде олар тәтті түскен сайын оның саны көбейіп, олар таралып, біресе тамағымызда қақырық түсіртіп, тамағымыз ұстап қалып, немесе мұрнымызда аденоиды болып, балаларда әсіресе құлағымызда құлақ ағып деген секілді. Әрбір органға көбейген кезде ол жерде қабыну процесі туындап, сондай бір өзгерістерге алып келеді. Ал 14 күннен ары қарайда жүрген кезде бірінші іш кебу, іштің желденуі басылады. Неге? Постоянно түсіп атқан сіздің қантыңыз жоқ, ішектің флорасы олар жинақталып қалады, уже оларға қауіп төнеді, себебі постоянно түсіп тұрған олардың қоректері жоқ. Осы кезде біздің пайдалы флорамыз жұмыс жасап, барынша адамның ағзасындағы ішегіндегі отходтарды тазалап, оны сыртқа шығарып, мүмкіндігінше біз үшін иммунитетімізді ұстап тұруға ат салсады екен. Мінекей, жасанды заттың ағзамызға түскен кезде қаншама бұзылыстарға, қаншама өзгерістерге әкеп, және ең бастысы біздің ағзамыздағы патогенді флораның, паразиттердің, грибковый инфекциялардан көбеюіне алып келеді. Ал бұл инфекциялардың денемізде, бойымызда өмір сүру үшін де оған темір, цинк деген секілді элементтер керек болады. Сол арқылы біз иммунитетімізден айырылып, шашымыз түсіп, тез ауырып қалып, ашушаң болып жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан қолдан ауру жасамайық десек, рациондағы қолдан искусственно жасап жеп жүрген қантымызды алып тастайық. Оның орнына алма, жемістер, құрғақ жемістер, жидектер, сухофрукты деп атамыз ғой, соны қолдансаңыз болады. Ал енді мүлдем шыдай алмай жатырмын десеңіз, тәттінің орнына медті қолдансаңыз болады. Медті басында қолданып тұрасыз, сосын біртіндеп сиретіп бастайсыз, сөйтіп аптада 1-2 рет қолданатын дәрежеге жетесіз. Ал толығыменен ем алғыңыз келген кезде, ем жасаған кезде даже сіз тәттіге қарай алмайтын деңгейге жетесіз. Әрине бұндай бар, бұндай ем бар, бұлай емдеуге болады, және де қаншама адам өзінің нәтижесін алып, салмағынан арылып, ісігін кетіріп, небір 190-180 килограммдықтар кәдімгідей біртіндеп салмағын тастап, өзінің армандаған, қалаған формасына келіп жатқан жағдайы бар. Кез келген аурудың түбінде тағам тұрады, тағамның ішіндегі ең зияны бұл қант болып саналынады. Сондықтан өзіңіз осы 14 күнде қанттан арылып көріңіз, жеңілдігін берсін. Ал енді көмек керек десеңіз, төменге контакт қалдырам, кез келген сұрағыңызды қойып, ақпаратыңызды ала аласыз.
аман болыңыздар.